Сәлем баршаңызға достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін манты жасайтын боламыз. Ең алдымен қамырын қатты қылмай, орташа қылып илеп аламыз. Суға тұз салып, қамырымызды илейміз. Содан кейін қамырымызды бетін жауып қойып қоямыз. 15-20 минуттан кейін қайта басатын боламыз. Сол екі ортада фаршымызды турап дайындап аламыз. Мен кесек етті осылай қолмен турағанды ұнатамын. Сонда мантымыз дәмді болып шығады. Үш май қосамын. Еттің майлығы аз болса, үш май, қойдың майын қоссаңыздар болады. Содан кейін тағы пиязымызды соқтап турап аламыз. Келесі нанымыз тыңғаннан кейін екіге бөліп, жақсылап басып, қайтадан 15-20 минутқа қоямыз. Одан кейін картошкамызды да ұсақтап турап аламыз. Капустаны да қоссаңыздар болады, сочный болады мантымыз. Капустамызды да ұсақтап турап, қосып, дәміне қарай тұзын, қара бұрышын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін нанымызды қатты жұқа қылмай, орташа қылып, біркелкі қылып нанымызды жайып аламыз. Мінекей кесемен дөңгелектерді осылай кесіп аламыз, мантымызды өріп жасау үшін. Ерінсеңіздер, қамырды төртбұрышты қылып кесе салсаңыздар да болады. Мінекей осылай біркелкі болып шықты. Енді ортасына салмасын салып, мантымызды әдемілеп өретін боламыз. Мінекей енді мантаваркамызға майлап мантыны тізіп салып шығамыз. Ыстық суымызды қойып, қайнағаннан кейін 45 минут пісіріп аламыз. Мантымыз дайын болды. Назарларыңызға рахмет.